Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы ақпараттарда бір кездері билікте ықпалы жүрген Иманғали Тасмағамбетовтің КАМАЗ директорлар кеңесіне тәуелсіз кандидат ретінде кіргені хабарланды. 6 маусымда оның ресейлік компанияның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланғандығы туралы хабарламаға тиісті шешім 4 маусымда өткен жалпы жиналыста қабылданған екен. Тасмағамбетов Қазақстанның бірінші президентінің көмекшісі, премьер-министрдің орынбасары, премьер-министр, білім және мәдениет министрі, президент әкімшілігі басшысының орынбасары, президент әкімшілігінің ұйымдастыру, бақылау бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. Әр кезде Алматы, Нұр-Сұлтан және Атырау облыстарының әкімі болған, сондай-ақ қорғаныс министрі қызметінде атқарған еді. 2019 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі болып жұмыс істеді. Елімізде билікте болған Назарбаев туралы қаншама пікірлер бар. Әрине, Назарбаевтың мерейін асқақтату үшін оның айналасындағылардың небір сөздерді ойлап тауып жағымпазданғаны, сондай ақындармен жарысып жүрген шенеуніктердің ісін қоғам жақсы білет. Бірақ Назарбаев өз билігінде жастарға заманына сәйкес жағдай жасамағанын бүгінде қоғам белсенділері жиі айтатын болып жүр. Елімізде оқыған, көзі ашық ғалымдар мен мамандарымыз өз елінде қолдау таппағасын Америка, Еуропаға кетіп жатқан білсе де, жоғарыдағы шенділер мұны мәселе санағысы келмейді. Олардың пікірінше бұл әрбір елдегі жағдай екен, оның солай еместігін сіздер біліп отырған шығарсыздар. Жастардың билікке келмеуі, ал парламентте зейнет жасындағы кісілердің қаптап отыруы еліміздегі олардың ықпалы қандай екенін көрсетеді. Тоқаев жастарды билікке әкелуге жұмыстанамын дегенмен, Назарбаевтың тұсында билікке келгендер орындарынан кетпей отыр. Иманғали ағамыз қазақ әдебиетінде жастар туралы былай дегені бар еді: өзімнің де өсіп келе жатқан немерелерім бар, олардың дос жараны айналасы бар. Байқағаным, олардың арасында мансап қуу, атақ дәрежеге жетуден бұрын өз ісіне берілгендік, қарапайымдылық, креативті болу деген қасиеттер қатты бағаланады. Оның жарқын мысалын заманауи мәдени форматтарда жаңа өнер түрлерінің жаппай таралуынан да көріп жүрміз дей келе, өйткені жасампаз әрі шығармашыл жастарды жоғалту ұлттық трагедия, басқаша айта алмайсың. Оның себебін өз басым қайта құру кезеңіндегі ұрпақтың санасындағы төңкеріс пен жаңа либералды жастар көзқарасындағы айырмашылықтан көремін. 90-шы жылдардың барлық ауыртпалығына өзіңіз де куә болдыңыз. Ондай күйзелісті көрмеген ұрпақтың стреске қарсы тұруға осалдық байқалады. Сол қайта құрудың бел ортасында жүріп ала сөмге арқалаған ата-аналарын көп жағдайда түсінбей жатады деген еді. Осындағы санасындағы төңкеріс туралы бұл кеңестік дәуірдегі адамдардың ойын айтқан сияқты. Иманғали ағамыз зейнетте болғанымен елдің алдында өзінің айтары бар адам екенін білдіргені бар. Тасмағамбетовтің ел үшін жаңа қызметке келуін қалай бағалайсыз? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.